Манифестация деген не? Неге бір адамдардың армандары тез орындалады, ал біреулердікі арман күйінде қалады? Сіз де өміріңізде өзгерісті қалайсыз ба? Бәлкім жаңа көлік алғыңыз келеді, бәлкім денсаулығым жақсы болып, өзімді күшті сезінгім келеді, сондай жақсы дене бітімінде болғым келеді, 90-60-90 фигураны армандайды қыздар. Немесе қарыздарынан құтылып, байқуатты, сондай дәулетті өмір сүргім келеді. Бәлкім зәулім үй қалайсыз, өзіңіздің жеке пәтеріңізді қалайсыз, жақсы қарым-қатынасты қалайсыз, бағалы құнды жан болғыңыз келеді, молшылықты қалайсыз, барлық жағынан. Бірақ мынандай сұрақ туындайды: неге мен сонша тырыссам да, қанша қаласам да, менің армандарым сол арман күйінде қалады? Мен шаршадым, тырысамын, істеймін, ал біреуде болса соның барлығы бар: махаббат та, денсаулық та, мансап та. Осындай сұрақ туындайды. Мен сізге айтқым келеді, барлығы сіздің ішкі состояниеңізға байланысты. Егер де сіз өзіңізді іштей өзгертетін болсаңыз, онда айналаңызда да барлығы өзгеретін болады. Бүгін бұл видеода мен сіздерге тек қана армандап қана қоймай, сол армандарға қалай оңай жетуге болатыны туралы айтамын. Менің есімім Айгерім, жасым 33-те, психолог, коуч, энергопрактик маманымын, және де осы техникалар арқылы өмірімде түбегейлі өзгеріс көрген адаммын. Менің өзім 20 жасында армандаған армандарым қазір менің реальностым десем де болады, барлық сфера жағынан. Егер де қазір менің өмірімде бір нәрсе болмай жатса, мен білемін, ол вопрос времени екен. Өзімнің сол сіздерге айтып жатқан техникаларды мен өзім жасаймын, барып жасаймын да, через какое-то время я вижу, в действительности, мынау менің осы цель қойдым, А точкасынан Б точкасына дейін қандай екен, сол армандарыма жетіп жатқанымды көремін. Өйткені егер де сен өзіңді өзгертпейінше, сенің өмірің өзгермейді. Сол үшін бұл видеоны соңына дейін қара. Бұл видео кім үшін арналған? Егер де өз энергияңды көтергің келсе, өз-өзіңде сенімділігіңді өсіргің келсе, және де армандар қалай тез орындалатынын білгің келсе, видеоны соңына дейін қара. Енді адамдар былай ойлайды: мен осыны қалаймын, мен көлік қалаймын деген сияқты, бірақ өздері сол жаңа өмірді сүретін жаңа адам болуға дайын емес. Өйткені сіз мысалға қарайсыз, миллион табыс алатын еркек немесе әйел болғыңыз келсе, ол әйел, еркек қандай? Оның ішкі күйі қандай? Образ жизни қандай? Сіз де солай өзгеру керексіз. Құры диванда жатып алып, ананы қалаймын, мынаны қалаймын деп, бірақ өзіңіз өзгермейінше ол болмайды. Мен сізге айтайын. Егер де сіз соны қаласаңыз да, ол адам миллионер мысалы. Қалай әрекет етеді? Қалай ойлайды? Сіз соны ойлау керексіз. Мысалға, мен миллионер болғым келді. Ол кезде мен декретте болдым, как раз карантин кезі болды, 3 балам, үлкен қызым 5-те, одан кейінгі ұлым 4-те, одан кейінгі балам 2 жаста болды. Бірақ сол кездің өзінде, карантинде жұмыс жоқта үйде отырып, мен армандадым. Жаңа көлігім болғанын қаладым, әдемі киінгім келді, өзім андай керемет сумкалар тағып, сондай әшекей тағып, сөйтіп жүргенді қалайтын. Бірақ жолдасымның табысына қарай өмір сүрдім. Мен қаладым, цель қойдым алдыма. Мен қалағандай ол невозможный нәрсе болды. Ол үшін сен өте көп ақша табу керек болдым. Шындығына келсем, осы практикаларды жасап, айына 20 миллион табатындай болдым. Және де менің қалаған армандарыма прям точечно бәріне ақша келді. Көлікке де, жаңағы саяхаттауға да, қалаған жерде. Өйткені мен бір нәрсені қаласам, андай мелочь деп айтпаймын да, всегда хочу что-то больше, всегда хочу, чтобы это было классное место деген сияқты. Бірақ ол үшін ішкі бағдарламамды өзгерттім. Бірінші техника, қазір сізге бөлісетін боламын, дәптер мен қағаз алып, өзіңіздің ішкі бағдарламаңызды анықтап үйреніңіз. Қараңыз, ақша туралы сіздің қандай ойларыңыз бар? Ақша туралы не ойлайсыз? Өзіңізді, мысалға, ақша туралы бүткіл ойыңызды жазып шығыңыз. Мысалға, ақша тез келеді, судай кетіп қалады, ақшаны табу маған қиын, ақша деген тек қана қиын жолмен келеді, ақша, үлкен ақша табу үшін біреуді алдау керек, мысалға, сондай тағы барша өзіңізді установкаларыңызды жазып шығыңыз.
Және де екінші столбикке оны сіз қайдан естідіңіз? Бәлкім кішкентай кезіңізде естідіңіз, біреуден, көшеден естідіңіз. Соның барлығын жазып шығыңыз примерно. Одан кейін үшінші столбикке сіз қалай қалайсыз? Ақша маған оңай әрі тез келеді. Ақша мені жақсы көреді, мен ақшаны жақсы көремін. Мысалға, бұрын менде мынандай установка болған, ақша қолдың кірі деген сияқты. Иә? Ал қазір мен айтамын, мен ақшаны жақсы көремін, ақша мені жақсы көреді. Я люблю запах денег дейді ғой. Сол сияқты, понимаете, арада қарым-қатынасты дұрыстау керек. Сөйтіп, ақшаға байланысты барша өзіңіздің установкаларыңызды жазыңыз. Одан кейін мына біреу жақсы установкаларды өзіңізге күнделікті аффирмация ретінде айтыңыз. Бұны жазып отырып, сіз барлығын түсіну керексіз, что мына негативный бағдарламаның барлығы ол басқа бір жерден алынған, сізге біреу айтқан, немесе сіздің опытыңыз арқылы келген. Бірақ ол өткен шақта болды. Қазіргі шақта мен ақшаменен басқа қарым-қатынас құрамын деп үзілді-кесілді соны үзіңіз. Және де новый бағдарлама жазып, соны күнделікті аффирмация ретінде айтыңыз. Қалай өміріңізде өзгеріс болатынын көресіз. Мысалға, мына аффирмация маған вообще қатты жұмыс істеді. Мен қанша ақша беремін, маған сонша келеді. Даже бүйтіп қолмен көрсетіп, оң қолыммен беремін, сол қолыммен келеді деген сияқты. Мен ақша құртқан, мен бұрын өз-өзіме ақша етін. Киім алуға, шаштаразға баруға, басқа бірдеңке істеуге өзімнен ақша етін әрдайым. Қазір менің новый убеждением, мен өзіме ақша салған сайын, маған еще больше ақша келеді дегенде. Это действительности работает. Енді сіздер менен қазір екінші техниканы жасайтын боламыз. Көздеріңізді жұмыңыздар. Көздеріңізді жұмып, терең демалыңыз. Терең тыныс аламыз, мұрынмен тыныс аламыз, ауызбен шығарамыз. Мұрынмен демаламыз, ауызбен шығарамыз. Мұрынмен демаламыз, ауызбен шығарамыз. Сөйтіп 5 рет демалыңыз, тыныс алыңыз. Көзіңізді жұмып, отырып, өзіңіздің аяғыңыздың астынан, табанның астынан сондай бір жылы, золотисты энергияның кіріп жатқанын сезініңіз. Сіздің аяқтарыңыздан жоғары сізді расслаблять етіп жатыр. Арқаңызға, позвоночныңыздан жоғары көтеріліп, мойныңыз, ішіңіз, қолдарыңыз, басыңыз, көздеріңіз, жағыңыз, барлық жағыңыз расслабляться етіп жатыр. Осы энергия сізге толыққанды кіріп. Және де енді осы сәтте өзіңізді бір аппақ пространствода жүрмін деп сезініңіз. Сіз қандайсыз? Сол жерде өзіңіздің қалаған арманыңызды елестетіңіз. Бәлкім сіздің үйіңіз, немесе сүйіктіңіз жаныңызда. Қалаған көлігіңіз, фигураңыз. Соны елестетіп, бар жан күйіңізбен соны сезініп көріңіз. Сол кезде сіз қандайсыз? Сол сәтте. Іште не сезінесіз? Шашыңыз қандай, көзіңіз қандай, үстіңізде қандай киім, қандай иіс айналада. Соның барлығын прям жан-жақты сезініп көріңіз. Сіз өзіңізді қалай сезінесіз? Сіздің қалаған арманыңыз орындалған кезде сіз қандай адамсыз? Сіз соны сезіну керексіз. Сіздің арманыңыз орындалған кезде сіз қандай адамсыз? Айналаңыздағы адамдардың жанында кім бар екенін, сізге қалай қарап жатқан барлығын сезініп көріңіз. Және де өз-өзіңізге айтыңыз, мен бұл өмірге лайықтымын. Мен бай қуатты, әдемі, бақытты болуға лайықтымын. Бұл менің өмірім. Мен бақытты болуға лайықтымын. Соны ішкі бар жан күйіңізбен сезініңіз. Терең демалып, қайтадан осы реальностьқа оралыңыз. Бұл кішкентай ғана мини-медитация, бірақ сіздің ішкі состояниеңізді өзгертуге үлкен үлесін қосатын техника. Сол себепті осыны жасаңыз. Және де үшінші нәрсе сізге айтқым келетіні, айналаңыздағы қоршаған ортаңызды өзгертіңіз. Сізде
Айналаңызда егер де 3 миллионер болса, 4-шісі сіз боласыз. Айналаңызда дұрыс тамақтанатын, спортпен шұғылданатын сондай адам болса, ол да сізді соған шабыттандырады. Сіз де сол адам сияқты болғыңыз келіп кетеді. Ол рас. Сіз оған қарап шабыт аласыз, оған қарап энергия аласыз, оған қарап сіз түсінесіз, ол да мен сияқты адам ғой. Адамның жасаған адам жасай алады. Сіздің потихоньку ішіңіздегі бағдарламаларыңыз өзгере бастайды. Состоянияңыз өзгере бастайды. Сол себепті 3-ші техника, қазір дәптер мен парақ алып, айналаңыздағы 7 адамды жазып шығыңыз. Постоянно араласатын. Және сол адамдардың качестволарын жазып шығыңыз. Қандай ол? Сараң ба, ақылды, жомарт, мысалға, өзінің денсаулығына қарайды. Және де примерно айына табатын суммасын жазып шығыңыз. Соны 7-ге бөлсеңіз, сіздің де айына табатын ақшаңыз шығады. Және де сіз қанша дегенменен де айналаңыздағы адамдарға ұқсайсыз. Ал егер де сіз өміріңізді өзгертетін болсаңыз, келесі техника, өзіңіз қалаған қандай ол адам. Сіз мысалға қалайсыз, спортпен шұғылданғыңыз келеді, я? Мұнда өміріңізге сондай спортпен шұғылданатын, контент потреблять ететін, сондай адамды қараңыз. Мысалға бизнес-вумен болса, мысалға немесе жаңағы күйеуіне еркелеп, сондай үйінде сондай уют создавать ететін әйел болғыңыз келе ма? Айналаңызды сондай адамдармен қоршаңыз. Сіз айналаңыздағы адамдардың бір бөлшегісіз. Олар сіздің айнаңыз. Сол себепті өміріңізді солай өзгертіңіз. Егерде бұл видео сіздерге пайдалы болса, өздеріңіздің пікірлеріңізді астына қалдырып кетіңіздер. Және де кім жеке жұмыс істеп, ішкі блоктарынан арылғыңыз келсе, астындағы сілтеме арқылы өтіп, менің консультацияма жазылсаңыз болады. Групповойда тренировка бар. Групповойда бірге офлайн, онлайн жұмыс істегіңіз келсе, менің парақшама қосылып, астына өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып,